Бүгінде бір жаққа сапар шегіп бара жатқан азаматтан қайда барасың деп сұрай алмаймыз. Сұрай қалсақ, ренжіп, жолымды кестің деп өкпе артуы мүмкін. Сондықтан жол болсын деуменен ғана оның баратқан бағыт бағдарын біліп жатамыз. Осы Машқұр Жүсіп Көпейұлының айтып кеткен мынадай бір сөзі бар. Мен қайда бара жатқанымды біреуге айтатын болсам, менен бұрын ол жерге шайтан барады да, менің жоспарымның күл талқанын шығарады дейді. Бір бай өзінің қарамағындағы адамды екінші бір байға жұмсауы мүмкін. Пәлен деген байға барып, тай тұяқ алтын алып кел деп жұмсаса, ол адам жолға шыққаннан кейін жолда өзге адамдарға ұшырасуы әбден мүмкін. Сол кезде жолай кездескен адам қайда барасың деп сұрайды. Сонда жөн жосығын бара жатқан жерін айтпаса, сұраушы адам өкпелеуі мүмкін. Ал егер айтса, сұраушы адамның ойы бұзылып, бұл адамға кесір тигізіп, тіпті өлтіріп, осының орнына келесі байға барып алтын сұрап алып кету әбден ықтимал. Сондықтан осындай бір келеңсіз оқиғаларды болдырмау үшін дала заңы қалыптасты. Яғни сапар шегіп бара жатқан адамнан сен қайда бара жатырсың деп сұраса, сол сұрағаны үшін қазыларға арыздануға мүмкіндік берген. Яғни мына мен жолаушылап келе жатқанда пәлен деген немесе мына кісі менен жолымды сұрады. Егер мен қайда бара жатқанымды, не мақсатта сапар шеккенімді айтатын болсам, бұл кісінің ойы бұзылып, маған залал келтіруі мүмкін еді. Сондықтан бұған қандай да бір шара қолданыңыз деп қазыға жүгінген жағдайлар болған. Осы бір дала заңының аяғы келіп, қайда бара жатқанды сұрауға болмайды деген тыйымға ұласты. Осы тыйымның аяғы қазірде ырымға айналып, қайда бара жатқанды сұрауға болмайды деген түсінікте жүрміз. Сондықтан бұның астарынан қандай да бір тылсым күшті іздемей, бұл ұлы қазақтың дала заңы деп қабылдауымыз керек.